Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен картошка фри жасаймыз. Ол үшін біз ірі картоптарды алып, осылай фридің көлемінде етіп турап аламыз. Достар, енді біз қайнап тұрған судың үстіне бір қасық тұз қосамыз да, оның үстіне картоптарымызды салып, бір бұрқ еткізіп қайнатып, сүзіп аламыз. Мінекей қайнап жатыр, енді біз бұны сүзіп аламыз. Енді біз сүзіп алған картоптарымыздың үстіне ұн сеуіп, жақсылап араластырып аламыз. Енді біз осы картоптарымызды қызып тұрған майда қуырып аламыз. Енді біз қызып тұрған майға картоптарымызды шетінен салып, қуыра береміз. Тез піседі, 2-3 минуттай қуыру керек. Мінекей достар, біздің фриіміз дайын болып қалды. Енді біз бұны сүзіп аламыз. Мінекей достар, біздің фриіміз дайын. Енді біз оның үстіне тұз себеміз. Сонымен біздің фриіміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәм өте күшті болып шығады. Егер де сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Ендеше ас дәмді болсын. Сау болыңыздар.